Wordwall Learning Apps сайттарын мен өзімнің тарих сабақтарымда үнемі қолданып отырамын. Енді бұл жерде қарап отырсаңыздар, сабақта қолданылған акты құралдарынан сіздерге фото етіп бердім. Енді мына жерде креативті электронды кітапша видеоны қосып жіберсеңіз болады. Бұл жерде қарап отырсаңыздар, өзімнің былтырғы тәуелсіздіктің 30 жылдығына байланысты мектепте ашық сабақта осы 3D электронды кітапшамен өтіп, балалармен шеңбер әдісін қолданып өттім. Яғни бұл жерде әрі 3D электронды кітапшамен және соның ішінде шеңбер әдісін электронды түрде қолдану. Бұрынғыдай біз тақтаға плакат барлығын іліп қоятын едік, бірақ соны плакат түрінде іліп қойып, енді соны электронды түрде қолданғанда қалай болатындығы туралы мына жерде сіздерге көрсетілді. Жақсы, рахмет. Астындағы видеода осы 3D электронды кітапшаның жалпы нұсқасы. Мына жерде өздеріңіздің қымыжларыңызды дайындайсыздар, ішіне барлық 45 минуттық сабағыңызды жоспарлап салып қоясыздар. Кәдімгі PowerPoint түрінде дайындап алып, міне шеңбер әдісі үй тапсырмасын пысықтаудан бастап оқу мақсатыңыз, бағалау критерийіңіз, үй тапсырмаңыз, жаңа сабағыңыз, қайталауыңыздың барлығын осылай енгізіп қоя алады дейсіздер. Рахмет, өткізіп жіберсеңіз. Енді келесі, бұл жерде hand animation білесіздер, hand ағылшынша қол дегенді білдіреді. Бұл жерде видеоны қосылсаңыз, бұл жерде біздің былтырғы тәуелсіздігіміздің 30 жылдығына байланысты апталықта осы hand animationмен бірге жасадым қолмен шақыру, яғни оқушыларды және ұстаздарды осы апталық